Кредитті 5 жылға шегеру бойынша 8 миллион 624 мың теңгенің істі бойынша азаматтық іс қозғалып жатыр. Бұл адам бізге жүгінген, жағдайын бәрін қарап тексердік. Одан кейін банкроттыққа, банкрот рәсіміне келмейді. Төлем қабілетін қалпына келтіру рәсімі, яғни кредитті 5 жылға шегеруге дайындап тапсырдық. Сотқа тапсырылды. Берешек реттеу жүргізілмеуіне байланысты қайтарылды, бірақ біз жеке шағым жазып бұл мәселелерді реттегенбіз. Өкінішке орай қазір соттар берешекті реттеу керек деп отыр. Бірақ енді заңда ол талап жоқ. Бірақ дегенмен оған қарамай жеке шағым жазып тапсырдық. Сонда да ол жақта да ұтылып қалғаннан кейін оған да қарамай берешекті реттеу жұмыстарын жүргіздік. Сөйтіп сотқа тапсырылдық. Алланың қалауымен азаматтық іс қозғалды. Көрдіңіздер ме, біз қалай жұмыс істейміз? Біз ғана дайындап қана тапсырып беріп қоймаймыз. Аяғына дейін азаматтық іс қозғалғанша жүреміз. Яғни арыз тапсырылды, қайтарды, жеке шағым жаздық. Жеке шағымда апелляцияда мәселе шешілмеді. Сосын біз қайтадан берешек реттеу жұмыстарын жүргізіп, амал жоқтан, енді Аязбейдің заманы сол заманның уын ішуге тура келеді. Сөйтіп азаматтық іс қозғаттық. Заңғар компаниясына жүгінсеңіздер, сіздерге дәл осылай көмектеседі. Ал біз өзге де осындай компаниялардан стартап шегіп келіп жатқан адамдар бар бізге. Олардың айтатыны: тапсырдық, бірақ іс жүзінде қарасақ кейбірі тапсырмаған мүлдем, ал кейбіреу тапсырған болса жеке шағым жазбаған, аяғына дейін апармаған, до конца апармаған. Сөйтіп қалдырып кеткен. Олардан біз кері ақшаны өндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз енді. Ал істерін сот арқылы немесе банкроттық рәсім арқылы реттеуді жұмыстарын жүргіземіз. Міне, кредитті 5 жылға шегеруде іс қозғалды. Соны қуанышпен бөлісіп жатырмын.